Меруерт, армысыздар, құрметті қазақ елі. Қайырлы таң, менің жақсыларым мен жайсандарым. Міне біз сәрсенбі сайын, сәрсенбінің сәтті күнінде осындай таң шуағы деген бағдарлама жүргізіп жүрміз. Бүгін сол эфиріміздің 27-ші отырысы болып жатыр. Сәрсенбі сайын сағат 10-да шығып жүрміз. Бірақ басты өзіміз шешкен болатынмын. Мен осы Қоблан Тим командасына ғана өткізем деп, бірақ қарап отырсам, қазір уже сырттан да адамдар келген екен. Мен енді күнде жаңағы Айгүл Мұратбаевна жүргізіп жатқаннан кейін талас болмайын, сол кісіге кірсін деп ссылканы ешкімге жібермейтінмін. Бүгін енді біраз адамдар сырттан келіп жатыр. Қош келдіңіздер, өте қуаныштымыз. Жаңағыдай бағдарлама, информация артық болмайды ғой ешкімге де, иә. Бір кезде Дана қолға салған еді. Бізде қазақ тілді аудитория жаңағыдай қамтылмай қалды. Енді сіз енді ортамыздағы үлкенімізсіз ғой, бастап кетіңіз деп сол нені бастап кеткен едім. Енді міне жарты жылдан артық уақыт өтті. Сәрсенбі сайын сағат 10-да шығып жүрмін. Ал осыған дейін кіре алмадым, тыңдағым келеді дегендеріңіз, енді менің инстаграм парақшамда Галия на английском, 6 әріптен Галия, нижнее подчеркивание Сабитовнада менің инста парақшам бар. Сол жерде основной неде рамкада апмоушн деген бар. Соны бассаңыздар YouTube шығады. Сол жерде YouTube'да өздеріңіз осыған дейін болған таң шуағы бағдарламаларын жаңағыдай сақталған, соны қарауға мүмкіндік бар. Ол жерде бізде борд директорлар да қонақта болды, жаңағы атқарушы директорлар да, интернациональный директор да бәрі қонақта болды. Сондықтан да қош келдіңіз. Ал бүгін бір ерекше эфирлардың бірі болмақшы. Себебі біздің қонағымыз да ерекше. Сондай сымбатты, сұлу, өзім сондай сол кісіге ғашықпын сырттай. Біздің Айгүл Исакова. Енді мынау көшбасшылық неден басталады? Адам тез шешім қабылдауда дейді. Олай болса, өзімді кеше сол самолеттан ұшып келген болатынмын. Ойбой, ертең сәрсенбі, кісі шақырып үлгермедім. Кімге айтсам екен, кім осы жақта қалды деп, енді Айгүлді бір басып көрейін деп Айгүлге звондасам, ой, Галия Сабитовна, мен жаңағы неде келе жатырмын, поезда келе жатырмын. Не себептен звондап жатсыз? Мен осындай эфирға сізге шақырайын деп едім десе, иә, болады, болды, шығам деді. Сосын өзім қорқып қоям. Оған дейін Айгүлдің инстаграм қарап жүрмін, орысша шығады, инстаграмда кейде эфирларын тыңдаймын, иә. Сосын айтып қоям, ақырыңғыда, бұл қазақ тілінде өтетін эфир десем, бопты, олай болса қазақ тілінде де шығамыз деп, сондай өзінің батыл шешіміне мен өзім сондай тәнті болдым. Тағы да бір қызықтым. Нағыз жаңағы көшбасшының жаңағы позициясы, көзқарасы деп мен білдім. Сондықтан да Айгүл ханым, қош келдіңіз. Енді сіз мен сияқты өзіңіз менің әріптесім екенсіз. Мынау білім саласында жұмыс жасап жатқан. Мен де бұрын сол 40 жылдан астам білім саласында жүрдім. Сондықтан да осы білім саласындағы адамдарға, медицина саласындағы адамдарға тіпті жаным ашып тұрады. Госслужбада істеген адамдарға енді өзімізді білесіз, сол үлкен басшылықта болдық, үлкен дәрежеге жеттік, жоғары дәрежеге жеттік. Сонымен қатар бүгін инкрузыста жүрміз, соған өте қуаныштымыз. Сондықтан да Айгүл ханым, рахмет сізге осы келгеніңізге, бүгінгі күніміздің, эфиріміздің қонағы болғаныңызға қош келдіңіз. Бүгінгі күнге баршаларыңызға сәрсенбінің сәттісін тілейік. Бірақ енді Алланың берген әрбір күні сәтті ғой. Бірақ бүгін де қайткенмен де бір ерекше күн деп мен өзім білемін. Себебі біздің эфирда біздің Айгүл ханым. Айгүл ханым, қош келдіңіз. Онда сөз кезегі өзіңізде. Қазір жалпы өзіңіз туралы сәл айтып кетсеңіз, одан кейін жаңағы осы инкруз компаниясына қалай келдіңіз? Енді бір саладан бір салаға көшу, шешім қабылдау ол оңай болмайды ғой. Сол шешімді қалай қабылдадыңыз, қалай кірдіңіз, өзіңіз туралы
сол қысқаша айтып берсеңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң баршаңызға. Ғалия Сәбитовна, көп рахмет. Осылай үміт артып маған русскоговорящий спикер қазақшада сөйлейміз, неге десеңіз, өзіміздің ана тілі, өз тілін әрін біл дейді, өз тілінде құрметте. Менде осындай ой болған, қазақ тілінде жүргізетін бізде спикерлер бар ма екен, сол Айгүл Мұратбаевна сіз. Мен Америкада жүргенде Айгүл Мұратбаевна маған мені эфирға шақырған. Сол кезде тұтығып бірінші рет шыққан кезім, бірақ та айттым, менің қазір кезімде ят деген жоқ, ят болады деген жоқ. Неге десеңіз, біз қазір 21 ғасырда басқаша ой қабілетіміз басқаша болуға тиісті. Неге десеңіз, совет үкіметтің адам баласы я деген ақыр кезде болған. Молчит вы, я последняя буква дегендей. Қазір проявление нужно, да? Қазақша болса қазақша, жүректен жеткізсең, ол жеткізесің дегендей. Бір екі адамға пайдасын тигізсең, ол да үлкен сауап болады деп солай ойлаймын. Айгүл Исакова, жасым 57-де, инкруизте 7 жыл болды. Сүйікті жұбайым бар, иә. Анамын, әжемін, әпкемін, жеңгемін, әрбір осындай, енді қазақ әйелдің многогранная же наша казахская женщина, да, енді инкруизтің компаниясында национальный директор деп рангта жүрген адаммын. Осы қазір біздің бүкіл лидерлар Шынар, мен кеше сіздің инстаграмға кіргенде, Шынардың анасын деп көргенде таң қалдым. Мен Шынарды өте жақсы көремін. Енді бірге такое бади ретінде жүрген адамбыз. Сондай әдемі, сұлу, грамотная девочка. И мама ее региональный директор. Күшті таң қалдым. Мені осы таңғы шуақ эфиріне шақырғанына ризамын. Әрбір адам, келген адам баласына айтқаным осы: ең алдымен бір адам өзіне ризашылықты өзіне білдірсін. Өзім осы уақытын бөлем, осы эфирге кірем дегенне мынағыс айтам. Мен болған оқиға или историяда дегенде инкруизқа кірем деген ойым болған жоқ. Неге десеңіз, басқаша ойладым. Маған дегенде анау әдемі саяхат, шетелге шығу деген, доллармен ақша табу деген, ол бір маған лайықты емес деген адам болды. Ертегі сияқты болып көрінетін бізге. Ертегі болды, бірақ та мен өзімді осылай бағалаған жоқпын. Мен басқа біреу, ол анау адам осындай білімді, анау адам бай, анаудың жолдасы бай, ананың әпкесі, ананың жездесі. Бірақ та мен қарапайым адам, білім саласындағы солдатпын. Енді менің балабақшам жақсы балабақшам болды, солай жүрген адамбыз. Бірақ та осылай қыдырғанымыз, барғанымыз, ол Бурайға бір барсаң, дикий отдыхпен, анау таңертең кеттің, кешке келдің, әдемі анау отельдерге қарап шығатынбыз. Қалай ана адамдар қалай анда демалады екен деп сөйткен адамбыз. Көрдіңіз бе? Сонда ойға да кірген жоқ. Сонда Алла тағала да саған берді мынау мүмкіндікті. Сен неге өзіңді бағаламайсың? Сен өзіңді бағаламасаң, сен Аллаға күмән салыватсың. Ол қазір мен қазір осылай ойлап жатырмын. Ол кезде мен ойлағам, мен сүйікті пенде емеспін. Қазір қалай мен Алла тағалаға осылай мүмкіндік берген жоқпын, өзімді қалай бағалаған жоқпын. Сонда міне бәрі басталады өзіңнен. Сонда қараңызшы, Алла тағала қалай маған осындай, орысша айтқанда, знаки давалды. Асел деген қыз, серый кардинал дейміз, ол намазымды алғанда айтамын, мен бірінші Алла, сосын енді инкруиз компанияға осы жол көрсеткен Танзиля мен Әселяға мың алғыс айтамын. Неге десең, мен
тәкаппарлық сондай. Енді бәріміз де солай ғой, тәпәкір болды ғой. Ойбай, мен осындай, ол қыз маған қайта-қайта жібереді андай әдемі лайнерларды. Айгүл Кенжебаевна, Айгүл дейді ол мен. Айгүл Кенжебаевна, мен басқа салада Айгүл Кенжебаевна. Ал Айгүл, ол менің құрбымның қызы төсек тартып жатқан. Ол отырмайды. Қазір мен оны айта аламын. Басында ол мен осындай эфирға шыққанда айтатынды, ол мені боқтап, кәдімгідей боқтап, ол сонда енді ол менен онша көп емес, бірақ құрбым 10 жас үлкен, ол 10 жас кіші, осы 10 жас кіші, осы мысалы осылай араламыз. Сонда ол убери, зачем ты отправляешь сондайды деп нететін. Мен сол қызға айтатынды, ты сама говоришь, продавай наставника, а сама боишься выходить в эфир. Че ты двояко разговариваешь? Понимаешь, что такие люди, как ты, должны входить в люди. Ол кісілерге сен көмек көрсетесің, сен кісілерге жол көрсетесің. Сен неге тығыласың деп, мен қанша ол қызбен сондай не жүргіздім. Кәдімгідей жұмыс, соғыс дегендей. Сол қазір кәдімгідей ол қорқпайды айтуға. Төсек тартқанына, ауырып жатқанына қорқпайды. Бірінші кездерде қиын болды. Сонда кәдімгідей біз бір-бірімізге көмектестік, өсуімізге. Сол кезде осылай ол айтатын, маған батқан сөзі ол қыздың. Мен ол қызды блокқа салып тастадым. Айттым, сен маған жібермеші, менің телефоным шыдамайды, анау байлардың құтырғандарын, демалғандарын. Мен ондайға ақшам да жоқ, уақытым да жоқ. Мені мазалама деген. Көрдіңіз бе? Сонда Алла тағала не істеп жатыр? Алла тағаланың жолы, ол Алла тағаланың жоспары басқаша. Бір күні кеште келіп шаршап жатқан кезімде жұмыстан кәдімгідей енді бүкіл әлемге жарияламай өзім қиын уақыт, отбасымда да қиын уақыт кездер болды, жұмысымда да. Сол кезде бір танымал телефоннан қоңырау шалып жатыр. Мен ойлатқан, жұмыстан біреу тағы бірдеме болған шығар, отопление полетело ма, декабрь 18-ші жыл, 18-ші желтоқсан күні қатқан аязда ашып жатсам, сол қыз звондап жатыр басқа телефоннан. Мен осылай сөндіріп, тағы да мынау бастады. Ол мені презентацияға шақырып жатыр. Тағы да бастадым ба деп, мен ол қызға туф деп, кәдімгідей осылай менсінбей, итеріп, сен де болмайсың. Не болды, мен қайда бармаймын. Сонда ол айтып жатыр. Ол түсінді, мен қайда бармайтынымды түсінді. Көрдіңіз бе, басқа жақтан шықты. Ол маған айтады, ят болады. Мен бір залды арендаға алдым. Перизат Омарова келеді, кісілер келеді. Маған презентацияға кісілер жетпей жатыр. Бәрі төленген. Әгер болса, кофе ішіп отырарсың. Енді бар кеш сол презентацияға. Бар болса, маған қонақ келді Астанадан. Мен Көкшетауда тұрып жатырмын. Маған қонақ келді Астанадан. Мен бармаймын. Қонаққа ет асып жатырмын. Қайнапам келді. Сонда айтады, қайнапанды алып, күйеумен бірге, маған кісілер керек. Бар, ештеңе төлеме. Презентацияға барып кел, отыр. Сонда мен осылай микрофонды сөндіріп, жолдасыма айтып жатырмын. Машинаны заводи машину, поедем, чтобы она отстала. Я же не буду никуда подписываться. Чтобы она от меня отстала, давайте бар келейік. Кофе попьем. Сөйтіп барған адамын. Міндестіріп, барып келейін. Сонда, көрдіңдер ме, Алла тағала не істеп жатыр? Отырған түрім болса ғой, сол кезде Перизат шықты, әдемі киінген, қызыл көйлек, қызыл күрең етік, замшевый. Шығып осылай айтып жатыр. Мен отырған түрін көрсеңдер ғой, осылай отырмын. Анау кісінің айтқанын тыңдамай, кісінің қалай киінгенін, ол әйелдің өмірі жақсы болғанын. Әрине, Марат Омаровтың әйелі ғой. Марат Омаров әнші ғой. Теледидарды көретін адам ғой. Енді олар құтырмағанда кім құтырады? Олар құтырмағанда кім құтырады? Осындай міне ішіндегі анау басымдағы
қара мен ақ алысып жатыр осылай. Кәдімгідей алысып жатыр. Онда мен ойлаймын, а мынау әйелге просто ей повезло в этой жизни. А мы должны работать. Сонда перизат ол сондай адам ғой, ол жүрекпен сөйлейтін. Және оның қасиеті мықты адам ғой. Ол адам баласын сезеді ғой. Сонда ол кісі маған сөйтіп айтады. Мен сол кезде абадогым бар, осындай немен, мен. Девушка, вы будете в клубе, вы будете лидером. Я такая, знаете, күліп өзімше, ой, тыңдамаймын, ана Светлаков бар ғой телевизорда сөйлейтін. Ага, сам этот сидит в майке и ругается с телевизором. Ага, понаворовали, ага, понаехали деп. Мен де сөйткен позицияда отырған адам болғанмын. Көрдіңіз бе? Сонда маған деген, өзіме деген махаббатым жоқ. Өзіме деген осындай, даже не примеряю себе путешествие, свою жизнь. Понимаете? Притом доросла до определенного уровня. В определенном, да, там, воспитатель, методист, заведующая, доросла до определенного уровня, но нет вот этого позволения себе, любимой, к себе повернуться. Сол кезде алла тағала не істеді дедіңіз. Сол кезде рұқсат болды, розыгрыш деген, бастаған кезі ғой. Сонда бір билет розыгрышқа, осы клубқа мүше ретінде, член клуб ретінде розыгрыш болды. Ол кезде $100. 18 адамның ішінде сол билет кімге тиді десеңізші. Қалай ойлайсыңдар? Маған емес. Менің қайнапама. Вау! Менің қайнапама. Сол кезде мен ояндым. Стоп, какие доллары? Стоп, не понял, что за розыгрыш? Что за это тут раздача? Сол кезде мен кішкене Аселя, тут какие-то доллары мы выиграли. Я не поняла, в общем, примерно знаю, что 5 человек пригласишь, 5 адам шақырсаң, саған компания төлейді. Бірақ та мен сенбеймін. Ондай болған кім саған осы уақытта 5 адам шақырған үшін ақша төлейді деген ойым жоқ. Өйткені зарплата, кредит, там отпускной, отпуск, солай жүрген адамбыз ғой, солдат сияқты. От звонка до звонка. Сол кезде жақсы келіндер, орысша сөйледі ғой, хорошо, приезжайте. Я говорю, Васильковский микрорайон, она говорит, не, мы переехали. бір жыл көрген жоқпын құрбымды. Переехали, окей, скидывает локацию, қарасам элитный район. Опа. Келдім, кірдім, енді шубамды шешіп, енді бара жатырмын. Енді білу керек қой, енді түсінген жоқпын, кофе іштік, кеттік, әдемі перизатты көрдік. Кірдік, вау, Танзиля крутая квартиру купила. Танзиля менің шубамды алып, Аселька купила. Қой, Аселька? Сосын мына Айгүлдің мынау корона, ой, бас бәрі түсті, кетті. Аселька? Тыңдайық Асельканы. Аселькаға кірсем, Асельканың комнатасына кірсем, и әрине элитный район, шикарный дом. Аузымды ашып, тыңдап, естідім. Сосын ол маған маркетингті айтты. Осылай, мен жолдасыма қарадым, қайнапама айтам. Сен қаласың ба осы компанияда? Бер маған, мен сені жай қонақ ретінде шақырдым ғой, билетті маған бер. Неге мен саған берем? Бермеймін. Ол менің билет, өзім енді барам, шетелге қыдыруға барам деп сөйтіп кірген адам. Мен оған айттым. Аселяға айттым, Аселя, егер мен партнер ретінде кірсем, осы кісі маған кіреді, сосын 4 кісіні тапсам, маған компания төлейді ақшаны, дұрыс па? Я дұрыс. Өтірік емес пе? Жоқ, өтірік емес. Сөйтіп істейін, жарайды, сөйтіп сол кезде жолдасыма қарадым, айттым. Әзер болса бір айлық кетсе де, сол бір айлық $295 кірдік, қайнапамды жаздық, сөйтіп кірген адамбыз. Сол кезде, сосын, бірақ та түк түсінбей 2-3 ай осылай төлеп жүрдім. Ойлаған жоқпын. Осындай $295 маған осындай қазіргі уақытта инвестиция и вложения перешли в мои огромные. Қазіргі уақытта мен міне
Ақкөл қаласында экогород, орманның жанында 100 квадрат жер үй, Астанада балама пәтер алдым Арена Барстың жанында. 3 рет круизға шықтық, отбасымен, балаларыммен, құрбылармен Америка жаққа 3 рет, 2 рет Европа жақта, Абу-Даби міне күні барып келдік қаңтар айында. Содан кейін міне қазір Сингапурға немерелерімен, құдағимен немерелерімізді шығарып жатырмыз Сингапур Дисней лайнерға. Сол бәрі осы бір мені осылай Алла тағала кіргізген, Алла тағаланың жоспары, Аселя арқылы, Танзиля арқылы осындай мүмкіндік келді менің өміріме. Мында алғыс айтамын. Егер адам баласы қазір осы кезде қалай шақырасыз презентацияға, қалай кісілерді айтасыңдар, қалай кісілерге жүрегіне тигізу керек. Және адам баласына не так, вот сегодня презентация, все, приходите. До его сердца, до его души надо достучаться и показать так, чтобы он увидел, что он может быть полезен этому человеку. Не так, чтобы моя польза будет, я тебя позвал. Многие же так зовут, да, и видят только там вот $20, $50 упадут. Сен ол кісіге. Мысалы, Әселдің тапқан жолын көрдіңіз бе? Ол өте осындай тікелей адам. Ол неге десеңіз 14 жасынан жатып қалған ғой, ол кісілермен қарым-қатынас болған жоқ, мында үйреніп жатыр. Ол тек қана ойы, ол тройканы, ойы қабілеті мықты. Ол алға ақша санау, ол мықты оған. Бірақ та ол қазіргі заманда ол ауысып жатыр. Ол рухани байлығын дамытып жатыр. Баяғыда ол тек қана сан кісі, сөйткен адам. Инстаграм, холодный контакт, теплый рыноктан мен ғана жалғыз адам онда. Қалғаны ол холодный рынок ол қызда. Бірақ та ол технически мықты сондай. Сонда мені осылай эфирға шық дейді. Мен эфирға шығам. Менің эфирларым осылай бла-бла-бла, душа, бла-бла-бла, отношения. Сонда ол маған жасап, боқтап. Я тебе говорю маркетинг. Мен маркетингті айта алмаймын. Сосын маркетингті оқып шығам, кісілер шығып бастайды. Кісілер, сонда мен там, люди меня не слышат. Көрдіңіз бе, әр адам, потом я сказала, я буду вести так, как я чувствую, как мне нужно. Сөйтіп, осылай біз бір-бірімізге көмектесіп өстік. Тамаша. Әңгімеңіз өте қызықты. Енді мынау эфирда отырған адамдар бар шығар. Сол адамдардың ішінде кейбіреулері жаңағыдай кездейсоқ кірді, кейбір эмоциямен кіреді, кейбіреулері ой жұмыс істеймін деп бастайды да жаңағы бір қиындықты көріп, ой қолымнан келмейді екен деп қалып қояды, иә. Ал жаңағы өзіңіздің жоғарыда тұрған жаңағы наставнигіңіз, тәлімгеріңіз деп айтады ғой, енді вышестоящий өзіңіздің адамыңыз Асель шынымен де бір батыр қыз ғой. Батыр қыз. Анадай 14 жастан төсек тартып жатпай. Мен сондай мүгедекпін деп отырған жоқ. Төсекте жатып, даже отыра алмайды деп жатсыз, иә? Сол қыз ана жерде қандай жұмыс жүргізіп, төсекте жатып, жаңа холодный контакт деп, қазір интернациональный, иә, халықаралық деңгейдегі директор ғой. Сосын бір сөзін Аселін естідім, мына промолар болады ғой. Мен әрбір промоны ұтпай қоймаймын дейді. Әрбір промо. Сосын Танзиляны анау Черногорияға барғанда неге болдық. Ол кезде болушы ғой, қазіргі JLS сияқты. Сол жерде саммитта болғанда Танзиляны көрдім. Ол бірде-бір нені мамасының атынан жүргізеді ғой. Бірде-бір жаңағы ұтыстан қалмайды. Одан кейін ақшалай. Қазір бүкіл жағдайда анау мен ауырып жатқан адаммын, мен кем адаммын демейді. Қандай өзіне мына ат үстіне мініп алған қыздар болады ғой, иә. Соған қарап біздер, сіздер ұялуымыз керек. Қолымнан келмейді, мен шақыра алмаймын, мен үйте алмаймын, мен эфирға шыға алмаймын. Ана қызымыз
түрінде көрсете алмайды ғой эфирда. Сонда да эфирға шығады. Сонда да жаңағы презентация жүргізеді. Қандай керемет анау. Енді мен сол қыздың өзіне бір өзіне қарап бар ғой да, вот алға басуға болады. Сондықтан да мынау мына алтын сырға дейді ғой, құлаққа алтын сырға дегендей, мынау эфирде отырған адамдар, кей адамдар кішкентай тете қандай сіздерде бір жаңағыдай бір сомнение болса, қармаңыздар, алға басыңыздар, сол әселді елестетіп отырыңыздаршы, сонда ақ жүріп кетуге болады. Міне көрдіңіз бе, жаңа Айгүл екі сөзінің бірінде Алла қандай жаңағыдай соның бәрін мені осы жолға апарды деп, ол сіздің ақ ниетіңіз, ақ көңіліңізге байланысты шығар. Алла бәрін сәйкестендіріп, көрдіңіз бе, бармайым деген адамды жаңағы сөзбен шақырып алды. Ана жерде қонағым бар, тамағым ашылып жатыр десе, сол қонақтарды себепші қылып, анау қанша адамдардың ішінде именно сол кісіге жаңағыдай бұйырып, соның бәрі Алла тағаланың сіздің Алланың алдында ниетіңіздің тазалығы деп мен білемін. Алладан соны ойладыңыз, мен де анадай неге болмадым деген ойды жібердіңіз, қыдырып жүргенде сол барабойдың өзінде, иә, мен де анадай қонақ үйде тұрғым келеді, мен де солай неге тұра алмаймын, мен кімнен кеммін дегендей ой болды да, Алла тағала сізге ол бірден бере салмайды ғой. Алла тағала бір мүмкіндік береді. Сол мүмкіндіктен пайдалану, пайдаланбау енді тағы да қолыңызға уысқа бергенде уысыңызға. Вот міне дұрыс, Газетовитна, пайдалану деген. Енді қараңызшы, міне құлақтарын алтын сырға дегендей, менің қайнапам ұтып алды. Алла тағала оған берді осы мүмкіндік, иә. Ол жинады. Енді круизға шығам дегенде пандемия басталды. Пандемия бастаған кезде кабинетімді тастады. Көрдіңіз бе? Кабинетін тастап, сосын кетті. Мен қалған жоқ, білмеймін, командамы өсіріп, офисты алып, енді жұмыс жүргіздік. Ол тастады. Сосын мен осы Ақкөл көш келгенде, екінші қайнапам, ол шеф-повар. Ол кісіні шақыртып, ол маған ас дайындады, командамды қарсы алды. Біз сосын неге шықтық? Чистка леса командамен шықтық. Кәдімгідей жұмысты жүргізіп жатқанда, сонда мынау екінші қайнапам айтады: ай, рас па, мұнда ақша бар екен, рас, осын бүкіл кісілер осы круизда жүріп тұр, рас екен ғой, иә. Сонда не самые близкие, дейді, это душители наших мечт, дейді, рас қой. Сенбейді ғой туыстар. Сол кезде қайнапам, мынау екінші қайнапам, анау бірінші қайнапамның кабинетін алып, сол қайнапам 2 рет круизға шығарды. Міне, тағы да алтын сырға. Бірақ та шыққанда анау кабинет салтанат қайнапамамда. Ол енді сол қайнапамды алу керек қой ылғиында. Ол қайнапамды алады, өзі барады, 2 баласын апарады. Қайнапамды алады, өзі барады, 2 баласын басқа баласын апарады. Сосын айтты: все, енді мен өзім кабинетін жек ашам, салтанат сен кабинетіңді өзін ал, мен саған оны сақтап қалдым. Енді қыдырдың, көрдің ғой. Анау кісі, ой, көрем, бүйтем, сөйтем, ай сайын салам ба салмайым ба деп, өз кабинетінде осылай кішкене қызғанып, дайынға баруға жеңі ғой. Әкеткен жоқ кабинет. Әкеткен жоқ. Сосын кабинет қалды. Мен шырылдап бір ай төледім, екінші ай енді төлей берем, олар сақтап қалыңдар. Олар түсінбейді. Сосын айттым, болды. Мен Самат Амалбаевтың оқуына бардым, Америкада да бардым, мында да бардым. Сосын түсіндім, за кого-то что-то делать не надо. Тастадым кабинетті оны. Төлемесеңдер қалады. Олар ойлады, ой, бірдеме қылар келін деп. Келін қылған жоқ. Кабинет қалды. Бір айдан кейін айтады: ой, төлейін енді, мен созрела. Я говорю: окей, сори, все, ваш поезд ушел. Понимаете? Когда человек не пользуется моментом, за кого-то делать нельзя. Делать все вовремя надо. Уақытымен бәрін істеу керек. Айгүл, қайткенменде жаңағыдай, Алла тағала сізге анау айтады ғой, себепші қылып сол қайнапаңыз кірді. Сол мысалы сізді әселді әлінге шейін соны тыңдамай жүруші едіңіз, иә? Апай, как проводник ретінде сізге болды, иә? Алла соның бәрін сәйкестендіріп, сізге бәрін әкеп беріп отыр. Ал енді міне Айгүл ханым, мынау Майкл Хатчинсон әрқашанда айтады, осы инкрузисті бастар алдында әрқашанда өздеріңізге, мен инкрузисқа не үшін келдім? Хотя бы 5 жауап табыңыздар дейді.
ол кісі айтады. Сол 5 жауапқа жауап тапсаңыздар, сол 5 жауабыңыз мына алға басуға сізге прям анау локомотив дейді ғой, болады дейді. Сондықтан да вот сіз үшін осы инкруз компаниясының құндылығы неде? Қандай құндылықтар? Не үшін қазір сізді жетелеп тұр? Сондай жаңағы сылтауларды өзіңіз айтыңызшы. Не үшін кірдім? 5 зачем деген бар ғой, иә? Не үшін кірдім? Ең бірінші балам үшін. Кенже ұлым кішкентай болды. Сонда мен ойладым, оны бір рет шетелге шығарып, басқа өмірді көрсетейін деген бір. Екінші, енді әрине жұрттан кем емес, қазақтар қалай айтады, үйіміз бәріміз бар дегендей, бірақ та мүмкін сол материальный жағынан өзгеріс болса. Это первое. Ең алдымен адам баласы өзін ойлайды. Содан кейін өскен сайын рангтан рангқа өткеннен кейін сен ойлайсың, не қызмет жасау адам баласына. Мен қазір қызмет жасау, басқа кісілерге жол көрсету. Мысалы, менің туыстарым, қай жұрт, өз жұрт, бәрі осы клубта, саяхатта барып жүр. Инкрузивсіз олар саяхатқа шыққан жоқ. Ол да қандай үлкен сауап. Олардың, мысалы, пенсияға шыққан жездем, апаларым, құдаларымыз бәріміз қыдырып жүр, батасын беріп, ризашылықты білдіріп, сол анау лидерларды өсіресің. Ол басқа өмір. Сен кісіге пайдасын тигізген сайын, сен өзіне жақсылықпен қарайсың. Және сам развиваешься, личностно растешь. Здесь личностный рост, материальный, духовный, ментальный рост, служение. Сол мықты да. Сонымен қатар анау еркіндік қой, сіз қазір жұмыс істеп жүрсіз бе? Ой, ол еркіндік, бақыт еркіндігі, өзіңізге бастығыңыз жоқ. Раз. Сол свобода. Тотальная свобода, но к ней еще нужно прийти, да. Айтады ғой, мне кейбір кісілер жолдан тайып кетеді, шығып кетеді, шаршап қалады. Ой, маған отказ берді, бүйтті, сөйтті, меня заблокировали, меня унижают, бүйтті, сөйтті деген кісілер не істейді? Бәрібір тұрыңдар, барыңдар, еңбектендер, жүгірмесеңдер, жүре салмада, если не можете идти, бежать, ползите, упадите, құлап жатып, сол инкруиз направлениядан жатыңдар. Сосын күш алып, қайтадан еңбектеп, аяққа тұрып, жүріп, жүгіріп. Сынақ болады, сынақтан сынбай өтіңдер. Сынақ неге болады? Алла тағала тексереді. Әй, берейін бе саған байлықты, берейін бе саған адамды, қанша адамды берейін, қанша адамға пайдасын тигізесің, қанша адамға сен мүмкіндікті көрсетесің, жол көрсетесің, сенің оған деген күшін жете ма, оған деген махаббатын жете ма, ол кісіге махаббатпен қарау, ол кісіге жол көрсету. Әр адам 5 саусақта бірдей емес. Әр адам әртүрлі. Адаммен жұмыс жасау ең маңызды, ең қиын жағдай. Адам баласымен жұмыс жасау. Сен әрине заводта бірдемені шығарып, бүйтіп сесе, ол келесің, кетесің. Бірақ та қарым-қатынас, адам баласымен жұмыс жасау, лидерді өсіру, өзің лидер болу, ол жұмыс. Кәдімгідей еңбек. Енді мысалы кіріп түк істемей бір рет кірдім болды, ол маған аспаннан түседі деп ойласа, ол пирамида нағыз. Бұл шынымен де товар оборотқа байланысты ғой, сондықтан да бұл жерде кәдімгідей кішкене еңбек ету керек, олсыз тағы болмайды. Ал енді міне кеше керемет Айгүл ханым BBS өтті. Керемет Алматыда BBS деген 3,5 мың адам, енді сол жерде барғандарманда, бармағандарманда, керемет, ана жері, энергия қандай, ылғи инкрузтың топ лидерлары, енді долларовый миллионер деп атамыз ғой. Бұрын сол кісілерді бір жерде ойбай, Америкада анау бір долларовый миллионер екен дегенге ойбойды бұлай қарайтынбыз. Қазіргі күні сол ортада сіздер мен біздер жүрміз, анау ортаның өзі қандай адамға
қуат береді, иә. Одан кейін енді кеше қарап отырсам өзіңізді байқадым. Енді біз енді төменде отырдық қой, енді сіздерден кейін біздер отырдық дегендей. Енді қарап алсам біздің Айгүл ханым бәрін сонда мұқият тыңдап, кәдімгідей білімге сондай құштарлығын көрсетіп, бір нәрсені жазып отыр, бір нәрсені түсіріп отыр. Енді анау перерыв уақытында қарасам біреулерден интервью алып жүгіріп жүрсіз. Қандай адамда энергия. Сонымен қатар мен ана жерге шығуға жаңағыдай ұялып отырдым, өйткені тыңдағым келіп бара жатыр ғой ана жерде. Бір қажет болды да мен шығайын деп жүгіріп барып енді қайтам дегенше ана коридорға кірсем бар ғой, коридор толы адам, кофе ішіп, әңгіме айтып, тамақтарын ішіп отыр. Қаларға қарап таңғаламай айналайын-ау, не үшін келдім бұл жерге деп. Как раз Сұлтана сөйлеп жатты. Одан кейін Гандабас шығуға тиісті, иә. Енді не үшін келдім? Құндылық қайда? Иә? Енді қарап отырсаң, ана жерде кей адамдар отыр, әке айтатын, анау ақпа құлақ болады, бір құлақтан кіреді, бір құлақтан шығады дейді. Құйма құлақ болады, құйып алатын дейді. Одан өзіне бір нәрсені алатын. Енді шынымен де бұл жерде мынау іліп дүние болды ғой. Анау қазір жаңағыдай трендтағы сөздер лайфхак дейді ғой, лайфхак. Вот сіз сол бұрында енді өзіңізде енді ұлттық директор болу ол екінің бірінің қолдан келе бермейді, иә. Ол да үлкен еңбек, қанша оқыдыңыз, үйрендіңіз, жаңағыдай дағды өзіңізге алдыңыз. Ал енді бұл осы саммиттан, осы BBS-тан, осы алғаныңыз не? Өзіңізге қандай құндылық болды бұл жерде? Мен бірді BBS-ті алдырмаймын, ылғи да барам, әрбір BBS-ке партнерларымды шығаруға тырысамын. Кеше менде де директор болды, признание директор шығардым. Сол әрбір адамның айтқан сөзі жүрекке немесе рухқа немесе миға кіреді. Сол анау біз мысалы орысша айтқанда благотворительность, садақа береміз ғой, иә? Садақа береміз, бітір садақа, анау мешітке. Бірақ та менің осы алғаным садақа, көп ақша табу, үлкен садақа салу. Мен мистершипқа садақа салам, бірақ та мен басқаша садақа ретіне қарайтын болдым. Қайырымдылық жасау. Қайырымдылық, мне дұрыс садақа деп. Қайырымдылық, благотворительность делать на большом уровне. Почему? Потому что одной рукой даем, другой берем. Нельзя только брать. И вот это вот инсайт для меня, когда вчера озвучила Султана, да, өзінің осындай анау кейбір кісілер купальник керек жоқ, анау мынау дегенде анау қайырымдылық жасаған молынан. И кейбір адам баласы көрсетеді, кейбір адам баласы көрсетпейді, бірақ та на масштабный уровень, когда выходишь. Кесе Асель Таирова да біздің мысалы әрбір берген дауысты онкобалалар ауыратын балаларға үлесі тигеніне де көрсетілген нәрсе. Сонда менің ойым тезірек үлкен, одан да қазір де жасап жүрді, одан да үлкен бір проекттар қайырымдылық ретінде жасау деген үмітпен осы кеше сол BBS-тен шыққан кезім болды. Ал айтатын BBS-те болған кісілер болуға міндетсіз. BBS – это ваше повышение квалификации. BBS, тимбилдинги – это ваше повышение квалификации. Если вы хотите работать профессионально, вы должны посещать эти мероприятия. Они делаются не для того, чтобы потусоваться. Дұрыс айтасыз, мен де жүрегім ауырды. Пауэрбанкта отырды, телефонда отырды. Шықтым телефон зарядқа қоюға. Кісілер әңгімелесіп, ойнап, фойеда жүр. Анда сондай миллиондаған берген ақпараттарды тыңдамай отырған адамдар. Мен сонда өзім қыздарыма чатта жаздым. Так, фото скиньте. Сонда кейбір адамдар Гандабас сөйлеген кезде ұйықтады. Неге десеңдер? Сонда ол кісілерді кінәлауға болмайды. Мысалы, мен қазір түсініп жатырмын. Ол кісілер 5-ші класстағы кісілер. 10-ші класстағы берген бағдарламаны түсінбейді.
Сондықтан оған ми айтады: ұйықта, тебе опасно, усни, тебе непонятно, спи дегенде сол адам. Сондықтан біз оларды кінәламаймыз. Олар өз дамып өсуге тиісті. 7-ші, 8-ші, 9-ші класс, 10-ші классқа дейін жеткенде ол сондай оған анау берген ақпарат кіреді, жүрекке, миға кіреді. Көрдіңіз бе? Сонда қарағанда мен ойладым, біздің сұлтанның миы қандай дамыған. Әрине оған Гандабас ол уже не тот уровень, ол ойлады, ол бізге енді сыйлады ғой ондай мықты коучты. Ал біз ана кісілерді қиналамыз. Ол мысалы сен первоклассник дұрыспайсың ғой, почему ты не понимаешь программу 5 класса деп. Вот этот уровень. Все, поэтому это понятно. Те, кто в коридоре, кто был и не воспринимал эту информацию, мозг их не пускал просто. Ми жібермеді. Оқыса жібермеді. Барып шашып ал, бар демал бар. Защита мозга. Ол да дұрыс. И мысалы, мен қыздарыма айтам ғой осылай. Қыздар, солай сөйтеміз, осылай жиналып, там, бибеске барып, бүйтіп ақша тапқанда осылай жасаймыз, такие будем делать мероприятия или, допустим, пожертвования. Сонда қыздар айтады: ой, Айгуль, нам бы лично свои потребности закрыть, хотя бы кредиты закрыть. Вот подписал, получил дегендей. Я говорю, пока мы будем так мыслить, так и будем получать. Понимаете, да? И, конечно, в первую очередь мы өз-өзімізді сыйлау, өз-өзімізге махаббатты ашуға тиістіміз. Егер біз өзімізді сыйлап, өзімізге махаббат бірінші орында тұрмаса, дамымайсың, өспейсің, өзгермейсің. Неге десен, егер әрине содан кейін сен өзіне бұрылып, мен осындаймын, мен қазір осындай практика жасайық, рұқсат болса. Қазір адам баласы өз-өзіңді құшақтаңыздар. Вот сіз инкрузистасыз, не обесценивайте себя. Құшақтап. Я большая, орысша болады, иә? Қазақша да, орысша да кешірерсіз. Мен тамашамын, мен ақылдымын, мен инкрузисті қабылдадым. Мен өзім отбасымда, осы руымда, мен тұңғыш адам болдым ба? Болдым. Неге десен, мен жүрекпен, рухпен, мимен қабылдадым инкрузисті. Мен ақылдымын. Мен сондай безоплатный член, да, или я безоплатный член, мне компания платит, я молодец. Следующий, я иду дальше. Я маркетинг-директор, я молодец, я получаю зарплату маркетинга. Я сеньор-маркетинг-директор, я лидеров взращиваю. Я региональный директор, я взращиваю лидеров. Я служу инкрузис, я национальный директор. У меня большая команда. Я интернациональный директор. Я благодарности, через благодарность. Ең бірінші өзіне, иә? Оянып тұрып, уақытты бөліп, біреу міне арбакеш рөлде бір келе жатыр, біреу жұмыста, біреу наушник тағып, осы эфирға келіп жатқанына мында бір сізге алғыс айтам, рахмет. Неге десеңіз, өзіңізге рахмет айтсаңыз, егер қиын жағдай болса да, в любом найти зато, вот это испытание за что? Зато и благодарность. Я уже, то есть мен кейбір адам, я 7 жыл бар, әлі төлеп жатыр, әлі ойға кіріп жатқан жоқ, мен осында жұмыс жасайын, кісі шақырайын, компания маған төлесін деп. Мен салдым, кеттім, там 25% маған арзан түсіп жатыр. Сөйткен адамдар кішкене басқаша ойлау керек. Мен сосын осы 7 жылдың ішінде мен күлем алғанда орысша айтам. Работая в системе образования, я была не образована. Потому что не было личностного роста, не было любви к себе, не было вот этого самостоятельного поиска истины. Зачем я, для чего? Я жила 25 лет в системе как солдат, от звонка до звонка. Но мы там тоже росли. Мы тоже были первые, лучшие, как бы, да? Ол да тәжірибе ғой.
Да, Ол да тәжірибе. благодарность, ол тәжірибе, благодарность. Но өзімді жақсы көрген жоқпын. Қазір мысалы, көп адам, мысалын қараңызшы, бізде еще осындай қазақта бар, ұят болады жұрт не дейді. Мен бүгін эфирға, мен қазір ондайды сылып тастадым. Ондай менде жоқ. Әсел ұят болады. Мен кіргенім ұят болады Әселге, Әселде ұят болады деген болған жоқ. Она, анасы оған айтып жатыр. Отстань от нее, у нее проблемы на работе, там, то, все, не трогай ее. Анасы айтып жатыр. Че ты фигней страдаешь? Анасы сенбей жатыр сол кезде ана қызға. Көрдіңдер ме? А ол қыз қорқпайды быть навязчивой. Она настойчива. Настойчиво другого телефона звонит, понимаете? Вот будьте настойчивыми, не бойтесь быть навязчивыми. Вы не навязчивы, вы настойчивы. Настойчивый человек. И станьте водой. Вот я прям люблю сравнивать. Мен өзімді сумен теңеймін. Неге десең, 90%, 80% суда бізде, иә? Суды мысалы, сен суға жақсы кран өқіп, су сутесен де, ішсен де, шипа болады. Шөлдесен де шөңғанады. Гүлді қисан да гүл өседі. Сондай су осында қисан сондай форма болады. Керек болса неге басқа кесеге қисан кесенің формасын алады. Сендер де сондай болыңдар. Надо будет напоите, утолите жажду, надо будет полейте, да, надо будет опрыскните, надо будет утопите. Будьте водой, потому что вода принимает форму, какую нужно. Сейчас век энергии, и энергия в 21 веке самый ценный ресурс. Когда вы сказали, да, выйти, бывает время, когда нет сил, энергии. Что мы делаем? Мы принимаем душ. Гүлсүлдәрі таламыз. Принимаем душ. Принимайте душ. Принимайте ванну, солевую ванну, чтобы снять с себя усталость, напряжение. И это все делает вода. И вы сами будьте родником, чистым родником, который может напоить, удовлетворить, насытить, орошать. И вот это, вот этим состоянием идти в люди, да, чистым потоком энергии, чистотой воды. И смотрите, и даже когда вы разговариваете, вот 4, которые нужно применять, я применяю в технике, да, я сейчас как бы, чтобы была полезность в эфире, сізге көмегім, пайдам тигізу үшін қазір 4 нәрсені, мен өзім жасайтын 4 нәрсені сізге айтайын, егер ол керек болса пайдаланасыз, иә. Теледидарды қарамаймыз, өсекке, жаман сөздерге қабылдамай, не поддерживаем, да, өсек, жаман сөз. Если вы хотите счастливой жизни, путешествуйте. Если вы смотрите и общаетесь с теми людьми, которые путешествуют и несут в мир это. Если вы хотите плохой жизни для себя, смотрите новости дегендей, смотрите телевизор, да, потому что мозг вас уведет в страшные вещи. А вы энергию свою не отправляйте туда. Вот в нас есть и белые, и черные. И если мы отправляем аққа жіберсең, жақсылыққа, жақсы кісілермен бөлісу, жақсы жол көрсету, саяхат туралы айту, қалай табыс табу деген пайдасын тигізесіз, сонда энергияңыз көп өседі. Егер жамандыққа, өсекке, сол энергия өседі. Мысалы, 7 жылдың ішінде менде көп адам баласы менің әлеуметімде ауысты дегендей, шынымен сол 80%. Кейбір кісілер айтады, ой, сен әлдағандай болып қалдың, мен сенбейсің. Жоқ, олар мен бола алмайды. Біз су сияқылды, немесе күннің көзі сияқылды, осылай, күннің көзі, солнце светит всем одинаково, да? Және осындай әдемі әндерді тыңдаңдар. Әдемі сөздерді айтыңдар. Солнце светит всем одинаково. Напрасно моя девочка плакала. Кезінде жылаған кездерім болды. Сонда құрғыларым отсеялись. Окружение отсеялось, которые не поняли, да? И сол кезде кейбірлер ойлады, мен маса сияқылды зын деп жандарында жүргендей болдым.
бірақ та мен маса болған жоқпын, мен анау ара болдым, ара. Көрдіңіз ба? Күннің көзі араға да масаға да бірдей түседі, иә? Сол бізді ара, инклюзивқа кірген адамдар ара ретінде жүрміз. Біз осындай гүлдерден нектар жинаймыз. Нектар ол біздің саяхатқа жіберген кісілер, олардың баталары, олардың жүздері, олардың махаббаттары, олардың саған дегенде айтатын сөздері: если бы ты тогда не настояла, если бы ты тогда не пригласил. Мен оқиын да Әселге солай айтамын ғой, Әсел мен Танзиляға. Олардың менің отбасым мүшесі секілді. Сондықтан өзіңізге деген шешім қабылдаңыз. Сіз арасыз ба немесе масасыз ба? Иә? Бірақ та күннің көзі әрбір адамға дұрыс осылай светит всем одинаково. Сіз шуақсыз ба, вы родник или болото? Тоже выбирайте, какая вы вода, допустим, адам баласы. Майкл айтады ғой, инкрузис барша адам үшін арналған, бірақ бәрі бірдей инкрузисті жасай алмайды деп. Енді шынымен де жаңағыдай эмоциямен кіріп, немесе бастап кетіп, одан кейін шаршап қалатын, жолда түсіп қалатын, тоқтап қалатын адамдар шынымен де баршылық. Бірақ солардың ішінде де кейде жаңағы өзіңіз айтқандай, олардың кейде ол істемеймін демейді, ол сеніп те тұр, оған жетуге де болатынын біліп тұр. Көріп тұр ғой осы деңгейге жеткен адамдарда. Бірақ оларда батылдық жетпей тұр, кішкене шыдамдылық, төзімділік жетпей тұр. Төзімді болу керек қой бұл жерде. Сосын жаңағы 5-ші класс, сіз айтқанда 5-ші класс деңгейінде қалып қояды олар. Өскісі де келмейді. Бұл жерде тек қана өсем, болам деп, міне, көрдің бе, мақсат қойдың алдына, соған тоқтамай жүрсең, міндетті түрде сіз жетесіз. Қайткенмен де жаңағыдай әркімнің жылдамдығы әртүрлі болуы мүмкін. Бір адам соған 2 жылда жетер, біреу 5 жылда жетер, біреу 10 жылда жетер. Бірақ мынау қимылдаған адам қайткенмен де оған жетеді. Сондықтан да жету үшін шынымен де еңбек керек, төзімділік керек, сенім керек. Сенім болмай, сенімді арттырып мен қолымнан келеді. Бір адамды жаздым ба, сен жаңағыдай сен уже ұтып отырсың, сен жаза білдің, ол команда өсіп жатыр. Бір ветка ғана бар істеп жатыр, басқалар істемейді, мен сондықтан да осы деңгейден өсе алмай жатырмын, тұрып қалдым дейді. Бір адамды жаза білген адам екінші адамды да жаза біледі. Анау жаңағыдай ақысыз уже клуб мүшесі болған адам, безоплатник дейміз ғой, ол 5 адамды жаза білді. 5 адамды жаза білсен, сен 50 адамды да, 500 адамды да өзімен өзі кетеді ғой, керемет. Сондықтан да олсыз тағы болмайды. Енді Айгүл ханым, енді қарап отырсақ, үкімет жұмысында істедіңіз, енді анау деңгейден, жай тәрбиешіден, анау енді методист болу, одан жаңағыдай меңгерушісі болу, ол шынымен де ол сіздің көптеген қасиетіңізді білдіреді. Оны көшбасшылық, оған қанша білім керек, оған қарым-қатынас жасау білу керек адамдармен. Енді бізде сол басшылық жұмыста көп жыл жүрдік қой, Ал енді салыстырма түрде қарасаңыз, енді сол совет үкіметі кезіндегі деңгейде, енді сол кезде солай болды ғой. Біз өзіміз, өз деңгейімізде жақсы жетістікке жеттік. Анау қандай марапаттар бар, анау отличник, почетный работник, Алтынсарина, бірдемелер бәрін алдық, диссертация қорғадық, академик болдық, профессор болдық, өстік, үлкен дәрежеге жеттік. Бірақ бүгінгі қарап отырсам, арқа қарай қарасам, бүгінгі заман, бүгінгі уақыттың талабы басқаша. Бұрын ой желілік бизнес дегенде, кәдімгідей сіз де солай ойладыңыз, мен де сол кезде мүмкін солай ойладық. Анау бір жағдай жоқ адамдар, жұмысқа қабылдамайды оларды, жұмыс таба алмай жүрген адамдар, әйтеуір бірдемес мынаны сатып, сату-сатықпен айналысады деп, жаңағы навязчивый деп, бізде қалып қойды, Ал енді қазір соның бәрі, енді қуанатындай жағдай, қазір уже адамдар сене бастады. Қарап отырсақ, жаңағы желілік бизнес дейміз ғой, енді ол сет деген
аптеканың өзінің жаңағы жүйесі болады, иә. Одан кейін қандай болсын, дүкен ал, ресторан, гостиницалардың жүйесі, мысалы Риксис, Редисон, анда да бар, там басқа елдерде бар. Оның қорқудың ешқандай несі жоқ. Мынау жиілік бизнестен көп адамдар осындай қорқып шошып жатады. Ой, только это не предлагать дегенде, иә, сөйтіп айтатын адамдар да болады. Бірақ осы желілік бизнес бүгінгі уақыт талабы, соны дұрыс қабылдай алған адам, соған кәдімгідей сенген адам, бізде бүкіл жаңағы осы BBS-ті де айтып кетіп жатырмыз ғой, пайдалығын. Қандай керемет, олар уже сол жолмен жүріп, қиындықтан сіздер сияқты, біздер сияқты, оларда жылаған күндеріміз болды, оларда жаңағыдай кісі жоқ, жаза алмай, немесе жаңағы рангтарын дәлелдей алмай жүрген уақыт. Олар айтады, біз қазір борт директор болсақ та, бізде кейде презентация өткізгенде бізге де отказ береді дейді, иә. Одан қорқудың ешқандай жоқ. Енді олар мынадай жолдан өтті де, сол жолмен былай жүріңдер деп, кәдімгідей бізге анау бұрын айтушы еді ғой, дорожная карта. Как будто жоспарын міне дайындап тұрып беріп жатыр. Былай деп. Содан кейде қашамыз ғой, жаңағы обучениеден қашқандай. Динаргиз қандай керемет білім берді. Динаргиздің әрбір сөзі. Әйгерім Аубакирова қандай. Прям кәдімгідей. Анау Ольгарада, анау кейде айтады ғой, мен осы презентация өткізем, бірақ анау жазуға келгенде, тіркеуге келгенде қолымнан келмейді. Закрытие сделки мне не получается дейді. Прям кәдімгідей анау сатылап тұрып берді ғой, былай қыл, біран істе, былай істеу дұрыс емес деп. Кәдімгідей оны енді қабылдамаған адам, онда не үшін инкрузиста жүрсіңдер деп ойлайды. Сондықтан да құндылығы зор, сақталған эфирлар бар. Кім анау Алматыға баралмағандар адамдар болса, әлі де сақтап қарап шықсаңыз, өте пайдасы мол. Енді Айгүл, сізге мынадай сұрақ. Вот Айгүл, бұрынғы Айгүл, Көкшетау қаласында тұрып жатқан балабақша меңгерушісі, сол кездегі өмір деңгейіңіз, сол кездегі армандарыңыз қандай болды? Бүгінгі күні мынадай халықаралық деп айта жалдадым, значит, Алла бұйырса боласыз. Ұлттық директор рангына жеткен, ол енді табыс қандай екенін біз өзіміз біліп тұрмыз, иә. Ол деген мынау саяхаттар, мынау деген орта, қаншалықты бүгінгі арманыңыз қандай? Вот салыстырыңызшы, сол күнгі арманыңыз и бүгінгі күнде қандай армандар? Өзгерістер бар ма? Өзгеріс молынан. Мен балабақшада жұмыс жасағанда арманда деген болған жоқ. Я не умела мечтать. Арману деген менде болған жоқ. Сонда маған арманда деген сөз ол мүлдем болған жоқ. Өйткені это было что-то из предела такой, ну, что за глупости. Қазір міне сізге айтайын. Менде ылғайында кабинетім ғой менде. Маған бір рет менің бір қайнапам мені демалсын деп неге жіберген. Бірге ала барған Боровойға. Ол Тяньшида жұмыс жасаған қайнапам. Мен оны кәдімгідей, енді сенбейсің ғой, жұмыс бар екен. Жай демалуға барам деп, онымен бірге бардым. На халяву. Да? Сонда мне дали задание. Сделайте быстренько карту желаний. И я такая, қайдағы карта желаний? Детский сад. Мне в детском саду это оригами все надоело. Лепить, все делать. И тут еще карту желаний. И сөйтіп айтқан кісі, чтобы они быстрее от меня отстали, я решила сделать карту желаний. Я не умела мечтать. Что это к тому, чтобы научились мечтать и делать цели ставить. И мне просто хотелось пойти отдохнуть. Я быстро нарисовала, смотрите. Я то, что знала, просто вот это вот первая моя карта желаний. Я просто нарисовала вот здесь, вот тут вот лужицу и сверху кораблик, да? Потом просто нарисовала вот тут Эйфелевую башню. Вот тут вот. Тут Эйфелевая башня и статуя свободы. Все, что я примерно знала, вот так лишь бы. Ну, моя мечта была Астанаға барып, ана пароммен Ишимда поплавать. Сол! Вот это моя. А мой маленький вот этот корабль превратился в лайнер. Маленькая лужица превратились в моря и океаны. Вот эта Эйфелевая башня, это был мой первый круиз в Париж.
мы с сыном поехали первый круиз в Париж. Статуя свободы в Америке я уже практически живу, приезжаю, уезжаю. Я там уже 3 раза была в круизах, у меня там команда. У меня там спрашивали, в каких странах у меня команды. В Америке, в Италии, в Киргизии. Ну, вот издалека только Америка, Италия. А Испания еще есть. Ну, она как бы не партнер, просто накапливает. И вот мысалы сол арман деген. Енді міне инкрузиста армандап деген осындай талай енді карта желания бар. Енді пайда болды менің өмірімде арману деген. Сондықтан армандандар, мечтайте, бала сияқылды жасындар. Міне таңертең тұрам, жазам, өзім новые нейронные связи прописываю благодарности, делаю все практики, да, и прям менде осындай прям мантра. Менде бәрі бар, мен ризамын, мен бәріне келісемін. Мен ризамын, менде бәрі бар, мен бәрімен келісемін. Ол Аллаға білдіресің сен. Менде бәрі бар. Бәрі бар, Аллаға шүкір, денсаулығым бәрі бар. Ризамын, бәріне ризамын. Күн туды, балалар бәрі аман сау, жолдасым жанында бәрі, саяхат, команда бәрі ризамын. Мен көнемін. Алла бүкіл жақсылығын берсен көнемін. Сынақты да берсен көнемін, сынбай өткіз деген сезіммен жүремін. Осындай ән ұран деймін ғой, сонымен мен жүрмін өмірімде. Өзім осы 7 жылдың ішінде ойымды өзгертіп, өзімді өзгертіп, бұрынғы Айгүл мен қазіргі Айгүл екі разные люди, екі әртүрлі адам болып. Жер мен көктей дейді. Жер мен көктей. Мысалы, жаланбайсың да, ұрыспайсың да. Бұрын кезде әдемі машинамен өтсе кісілер, көрдіңіз бе? Бай кісілерге қарағанда мен осылай ойлайтынды. Үкіметтен ұрлап, бүйткен, таза жұмыс істей алмайсың осы өмірде. Осындай оймен жүрген адамын болған. Мен байлық деген ойлағам, бәрі ұрлар. Мне ол установка, это же установка, которая нам была вот в мозг влита. Сейчас эти все установки перепрошиты. Сейчас обучениені бәрін өтеміз ғой. Ал нені армандайсыз қазір енді? Нені қазір армандайсыз? Қазіргі арманыңыз? Арманым ең алдымен еліміз тиыш, патшамыз заман, жақсылық, өзіме деген инкрузис компаниямыз өсіп, дамып, одан да енді 12-ші орынға көтерілді ғой, одан да биігінен көтеріліп, командам өсіп, әрбір отбасында осындай ақша тауып, өмір өзгеріп, саяхатқа шығып, кісілер көп болсын. Қарапайым қазағым байып, дамып, өсіп, биігінен көрінсін, армандаған арманына жетсін. Осындай, енді өзіме деген әрине, бордиректор не предел, но жить в стиле инкрузис и находить в этом счастье, вот это. Инкрузистің өмірінде өмір сүру, және осы өмірге қанағат, машаллах, ризамын, бақыттымын. Сол өмірде осылай не тек қана ақша, осылай не. Әрине, ақша тері энергия, ақша тері денсаулық, ол бәрі болсын. Ақша тері отношения, или наоборот отношения тері деньги, здоровье тері деньги. Вот это все. Әрбір кезінде, в моменте, жить в счастье, в благодарности и радоваться тому, что имеешь, и идти дальше, не останавливаться. Не останавливаться. Стоит остановиться, родник не будет излучать вот эту свежую воду. Тамаша. Айгүл ханым, рахмет, керемет. Енді мынау эфиріңізді жауап бергеніңіз адамдарды кәдімгідей шабыттандырып жатыр. Адамдарға кәдімгідей күш қуат беріп, бір қанаттанғандай болып жатыр. Шынымен де әр нәрсеге қанағат шүкіршілік жасаймыз. Бәрі де Алланың берері таусылмасын. Алла еселеп берсін. Қабылдаймын деу керек, қабылдаймын деу керек. Қабылдаймыз. Алланың берген сыйын қабылдаймыз. Алла сонда жаратушы еміз. Бәршамызға жақсылық ойлайды. Бәрімізге
бәріміз де сол Алланың сүйікті пендесіміз, бәріміз де мүмкіндікті бірдей береді. Оны қалай пайдалану, оны қалай жүргізу, қалай айналдырып шығаруды, ол сіздер мен біздерге байланысты. Сондықтан да берілмейік, алға басайық. Ертеңгі күні Айгүл ханым сияқты эфирде отырып қуанып, әлі де армандарым бар. Енді карта желаниеда жаңағы уже басқаша карта желание болады бұл кісіде. Бұл картада бор директор әркім, каждый солдат мечтает быть генералом дегендей, жаңа армандар, уже жаңа армандар бар ма? Көрдіңіздер ма? Қандай керемет, иә? Сол Алла тағала нәсіп етсін. Мынау долларовый миллионер болыңыз. Мына енді көрермендерге де уақыт берейік. Уже тез уже 1 сағаттан артық уақыт өтіп кетті, иә? Сондықтан да көрермендерден сұрақтар болса, сонымен аяқтайық эфирімізді. Әйтпесе сөйлей беруге әлі де болады. Мен тағы бір сұрарым бар ғой, айтпақшы, қысқа ғана айтыңызшы. Ғой мұғаліміз ғой, иә? Жақсы өткізіп жатсыз. Инстаграм парақшаңызды көрдім. Қорықпай эфирға шығасыз. Прямой эфирға шығасыз. Одан кейін эфирға кісі шақырасыз. Көп деген енді эфиріңіз керемет, иә? Сол жаңағы Инстаграм сізге қаншалықты көмектеседі? Ол міне көп адамдар бізде, әсіресе менің командамда үлкен кісілер бар. Инстаграмға шығуға кішкене қорқақтайды. Соларға не дер едіңіз? Сосын мынау шетелден адамдар қосылды дедіңіз ғой. Америкадан қосылды, Италия дедіңіз, иә? Сол адамдар сіздерге қалай қосылды? Осы соцсет арқылы ма, әлде жалпы ол жылы сіздің контакттарыңыз ба? Соған қысқа айтып кетсеңіз. Америкада жылы контакттарым, менің бұрынғы меңгеруші, бірге жұмыс жасаған ол кісі, олардың оның командасы. Италияда глубинадағы тоже бір партнерлары солар. Эфирға шығыңыз, үлкен кісілер болса шығыңыз. Мен таңертең говорящая голова өткіземін. Сол без разницы, с чьей команды, с любой команды. Менде де көп кісілер, менің өзім апам мұғалім, иә, ол күшті, Ибрайлтың сайрын медаль, анау-мынау, бірақ та Инстаграмға кірмейтінді, қорқатынды. Ой, не так фейс, не то, не это деп. Оларды да, содан бастадым мен. И сол говорящая голова неге бастадым? Білем, осында кісілер, білім бар, түрі де бар, ой да бар, айтатын сөздері бар, бірақ та қорқады. Немене қорқасың? Кім сені тістеп алады? Әзер болса сөндір, болды, 2 минуты позора. Зато тебя все знают дегендей, да, күліп солай айтамыз. Қорқпаңыз, проявляйтесь. Это про то, что бүгін сен үндемесен, сен қалып қаласың. Сен энергияң жүрмейді, сен ешкім көрмейді. Қазір соцсет, енді айтқанымен менде 2,5 мың адам, бірақ та ол нақ адам, нақ. Әрбір нақ 2,5 болса да, ол каждый такой живой подписчик. И сол мен ойлаймын, әрине соцсеттен қарап отырады. Менде көбіне теплый контакт. Менде жоқ холодного контакт. Холодный контакт. Болады. Қайткенменде жаңағы, менде міне 66 жастамын, иә. Сол Инстаграм жүргізгелі 1-2 жыл болды. 1-2 жыл болды. Енді 10 мыңнан артық подписчиктарым бар, иә. Ақырын соны осы бағдарламаларда, осы таңшуағы, ол менің кірсеңіздер, басында айтып кеттім, Upmotion дегенді бассаңыздар, сол жерде YouTube бар, YouTubeқа бассаңыздар, бүкіл эфирлар шығады, көруге болады. Ал енді көрермендерден сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар болса қойыңыздар. Сұрақтар бола ма? Иә. Ага. Енді вот күшті прям эфир болып отыр. Проявляйтесь дедіңіз ғой енді. Соны проявляться айтып жатырмыз енді. Сұрақ беріп жатырмыз. Дұрыс. Енді біріншіден сұрақ, вот өзіңізге сену деген, ну вот анау BBS-те болды ғой, это как себя поверить дегендей. Вот. И компанияға и продукт дегендей, да? Үш сену болу керек. Сонда сіз қалай, вот, ну, өзіңізге біріншіден, это же первое же самое главное, өзіңізге қалай сенесіз. Вот. Потому что көп адамдар, вот, мысалы, тоже сенбейді анда. Ой, это пирамида деп айтады, там, лохотрон деп айтады. Оларға, вот, ну, мысалы, тоже, енді түсінсе болады, там, чат GPT-ге забивать етеді, там, оларда там көп нәрсені шыға береді, неде.
чат GPT там, что это, ну, незаконно, там, России запретили, деп сондай нелер шығады ғой енді информация. Қазір көп адамдар сондай чат GPT-ге сенеді больше. И сонда сіз қалай вот ойлайсыз, а? Вот. Аха, Руслан, дұрыс. Самое ең бірінші өзіне сен дегенде, жоқ, менде өзіме сен дегенде болған жоқ. Оны вырабатываем в себе. Сейчас просто пропишите себе, в чем вы сильны. Да? В чем? Я силен, я там хороший папа, это уже плюс, не каждый может папа. Я там классный водитель, я там такой-то специалист. Все свои плюсы напишите и полюбите себя. А тот, кто говорит то-то, 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 это они себя отказывают и про себя говорят. Мы за них не отвечаем. Вы полюбите себя и найдите в себе те качества, за которых вы себя можете похвалить. То есть даже за любое вы себя чуть-чуть поднимите. Когда вы свои качества пропишете, есть такая практика прописать: я успешный, я такой. Даже если вы еще сомневаетесь, вы просто берите и прописывайте, каким вы хотите стать. Не так я хочу быть, а я такой, я успешный, я лидер. Да? Вот эти 3 пальца и в нейронной связи, они имеют взаимосвязь. И просто прописывайте. Просто прописывайте. У меня сейчас, когда вот эти все блокноты, когда вот эти все блокноты я начинаю вытаскивать и читать, я думаю, что правильно начинала делать, когда сначала начинала любить себя. Полюбите себя, поверьте в себя, потом. И от вас будет энергия идти такая, что вам поверят. Если вы сомневаетесь и говорите: да, чат GPT так сказал, да, конечно, от вас такая энергия будет идти. Нет, находите возражения, да, не ругайтесь, но если он, да, но должны вы отстоять, сказать: окей, ты напишешь чат GPT хороший, он тебе хороший ответ даст. Плохой, он тебе плохой ответ даст. Он будет подстраиваться под твою энергию. Все окей. Понимаешь? Если тебе окей вот так, значит, это твое восприятие мира. Окей. Тамаша. Тамаша жауап бердіңіз. Руслан мырза, сұрағыңыз әдемі болды. Шынымен де мынау сенім деген адамның сенімі болмай, бір адам жасаған нәрсені бір адам баласы жасай алды ма? Значит, сол мүмкіндік сізде де бар. Солай ойлау керек. Если хоть кто-нибудь один сделал, и я сумею тоже. Вот соны прям өзіңізге қағида қылып алыңызшы. Бір адам жасаған нәрсені адам баласы пенде жасаған, мен де жасай аламын. Өзіңізге сенім болу керек. Өзіңізге сенім болса, сол сенімді ана кісіге сіз жеткізе алмайсыз. Сосын әрқашанда анау сіз шақырған қонағыңыз сіздің энергияңызды жаңағыдай біліп отырады. Қаншалықты, қандай болып тұрғаныңызды. Сізде жаңағыдай кішкене сенімсіздік болса, ол кісіде де болады, иә. Бірақ үлкен сеніммен көздеріңіз жанып, ана Динаргизді көздеріңізге елестетіңіздерші, қандай эмоциямен айтады, иә. Мен де осы диссертацияны бір қорғағанда денсаулық сақтау мәселесі болды. Сол жерде адамда 3 түрлі денсаулық болады екен. Мына физикалық, кәдімгідей здоровье, сосын одан кейін психикалық денсаулық, одан кейін эмоциялық. Сол осы үшеуінің ішінде ең керемет эмоция. Мына эмоция дұрыс болмай, мына екеуі оказывается дұрыс болмайды екен. Адамның көңіл күйі дұрыс болу керек. Сондықтан да көңіл күйі дұрыс болу үшін адам өзіне қанағатшыл етіп, жаңағыдай Айгүл айтқандай, бүгінгі күнге ризамын, тәубашілікке келіп, шүкіршілікті айтып, жақсы арманды қойып, соған ұмтылу, болмай қалса жарайды, басқа жерден зато бұлай болып тұр, ертеңгі күні бұлай болады, бүгін болмаса ертең болады. Үлкен сеніммен өмірге қарасаңыздар, өмірлеріңіз сондай керемет болып көрінетін болады. Бәрі сенім болу керек. Ал сұрақтар болмаса, онда эфирімізді жалғастырайық. Айгүл ханым, мен сізге соншалықты ризамын. Әдемі сондай маңызды эфир болды, иә. Енді қаншалықты сіз сол ақтарылып, ағынан жарылып тұрып, осы бөлісіп жатсыз. Алла сізге сол жақсылығыңыз өзіңізге қайтсын, бата ретінде үлкен деңгейден көретін болайық. Ертең мынау ролик сағатын қолыңызда бүйтіп отыратындай болыңыз. Ол деңгейге де жетейік, бірге жетейік. Барша осы отырған көрермендерге алғысым шексіз. Ақырын сатылап, өсіп, бәріне жетуге болады, иә? Алынбайтын алам деген адамға алынбайтын қамал жоқ. Сондықтан да сол қамалдардың бәрін жеңіп, биіктен шығуға тілектеспін. Сау саламатта болайық. Айгүл ханым, сізге рахмет. Рахмет, баршаңызға жақсылық, молшылық, судай болыңыз. Пайдалы, әдемі, таза. Бәріңізге жақсылық. Сау болыңыз.
Аман болыңыздар. Рахмет көп. Сау болыңыздар.